Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 129-шы сабағымыз. Сабақтың тақырыбы дара және күрделі сан есімдер. Сан есімдерді ажыратамын, хабарлама жазуды үйренемін. 36-шы жаттығу. Екі бағандағы сан есімдерді салыстыр. Бізде бірінші бағанда 6, 7, 8 сан есімдері тұр. Бұлар бізде дара сан есімдер. Екінші бағанда 16, 27, 18, яғни екі сөзден құралған бізде күрделі сан есім болып табылады. Әр бағандағы сан есімдер неше сөзден құралған? Олардың құрамына қарап өзің қорытынды жаза. Бізде бірінші бағанда бір сөзді сан есімдер, яғни дара сан есімдер. Екінші бағанда екі сөзден құралған сан есімдер, бізде ол күрделі сан есімдер. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден құралады. Күрделі сан есім екі немесе одан да көп сөзден құралады. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек-бөлек жазылады. Мысалы, 19, 112. 37-ші жаттығу. Мақалды жатқа жаз. Білгенің 19, білмегенің 99. Сан есімдердің астын сыз. Бұл мақалда сан есімдер 19 және 99. Мақалдың мағынасын түсіндір. Мағынасы адам қанша көп нәрсе білсе де білмегені одан да көп болады. Яғни білімнің шегі жоқ. Адам үнемі ізденіп, оқып, үйреніп отыруы керек деген ойды жеткізеді. Білгенің 19, сенің білімің бар болғанымен ол өте аз мөлшерде. Білмегенің 99 дегеніміз ол әлі де білмейтін дүниең әлде қайда көп деген мағынаны білдіреді екен. 38-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. Ата мекен. Жерінде екен, байтақ кен. 39-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Балалар демалыс күні тауға бармақшы болды. Сол сәтте оларға хабарлама келді. Оны оқыған балалар серуенді кейінге қалдырды. Қандай хабарлама келді деп ойлайсың? Мен ойлаймын, ауа райының болжамы хабарламасы келді деп. Берілген үлгі бойынша өзің хабарлама жазып көр. Үлгі, хабарлама. Демалыс күндері тауға серуенге шығуға болмайды. Қар көшкіні жүру қаупі бар. Хабарлама. Бүгін тауға баруға рұқсат жоқ. Кенеттен күн бұзылып, нөсер жаңбыр жауы мүмкін. Қауіпсіздіктеріңіз үшін серуен кейінге шегерілді. Міне осылай жазуға да болады. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.